кеше 3 айдан бері жолғамай кеше сәті келіп әйтеуір ыңғайланып жұмыстан сөздессек те әйтеуір жолықтық. Бөлем үшін өлем дейсің ғой, енді бәрін істейсің ғой бөлем үшін. Соны келе жатырмыз. Кеше Бельгиядан шығып Голландияға түнеп паркингке, бері қарай Германияға кірдік таңертең. Таң сағат 4-тердің кезінде өтіп. Соны келе жатырмыз енді. Италияға бара жатырмыз. 16 тонна жүгіміз бар артымызда. 80-мен келе жатырмыз ақырында басыбай. Германия 80 өзі. Нарушение керек жоқ. Нарушение жасамау керек, лажы болса. Сол берілген общий өзі 1100 километрдің 763 километр қалды ғой қазір алдымызда. Бүгін уже екінші паузамыз бар алдымызда. Екінші паузаны жасаймыз, сонымен паркингке кіріп, ары қарай демалып, таңертең жүреміз. Таңертеңіміз, то есть түнге қарай жүретін боламыз, тағы 9 сағат демалып. Осы апта бірыңғай 9 сағат болып шаршап жүрмін өзім. Ұйқы қанбайды, түнде жүресің. Біраздан бері қол босамай кетті видео салуға. Видеоны да сала салмайсың, оны монтаждау керек. Музыкасы бар, басқасы бар, бәрін реттеу керек. Оның өзі біраз уақыт алады. Вообще қол тиіп жүрген жоқ. Жолдастар, заправкаға келіп шықтым. Өзіме су алдым. Кетіп бара жатырмыз ары қарай. Жаңа орыс көкем Германияда тұрады екен. Соны кезіктіріп қалдық. Машинаны көріп, флагты көріп. Сонымен шамалы әңгіме айтып тұрып қалдым. Кеттік ары қарай. Германияда 98 жылдан бері тұрып жатыр. 93 жылдың секені өзі. Қазақстанда Жезқазған қаласында тұрған екен. Қазақстан туралы енді айтқанда өзі көрген көтен жолын айтады, состояниесін айтады, халықтың жағдайын айтады. Жаққа қарай бұрыл дейді маған. Оң жақта ремонт болып болса көреді әйтеуір. Адасып лағып басқа жаққа қарай кетіп қалмасақ. Дұрыс бағар еттеп жатырмын енді. Жылжымайды ғой вообще. Жемен. Шықтық әйтеуір жолға. Пробка одан ремонт. Шаршап жүрді адамдар. Жарты сағаттан көп тұрып қалдым.
адамдардың бәрінің қойып жүрген сұрақтары ғой, соның жауабын айтайын енді мен де. Елдің бәрі әйтеуір қашан қайтасың елге, қашан қайтасың елге дейді. Білмеймін қашан қайтатынымды. Қайтқым да жоқ. Бірақ сағынасың бір жағынан. Бір жағынан қайтқым да келеді. Bir жағынан қайтқым да келеді. Көшім 50-де 50 ғой. Пока что көреміз да. Алдағы уақытта қалай болады солай көреміз. Одан кейін бәрінің қоятын сұрақтары жаңағы Европада қалай дальнобойщик болуға болады дейді. Европада дальнобойщик болу оңай емес енді. Істеп жүрген адам болса оңайлау болатын шығар. Ойдан жаңадан бастайтын дегендер болса оларға ауырлау болады кішкене. Бұл жаққа келу үшін бірінші очередь сіздерде категория Е болу керек праваңызда. Ол категория Е болмаса вообще фураға отырамын деген армандамай ақ та қойыңыз. Вообще ойыңызда да болмасын фура туралы. Екінші загранпаспорт. Осы шетелге шығуға паспорт. Загранпаспорт дейді ғой енді біздегілер. Сол загранпаспорт керек. Загранпаспорт болғаннан кейін праваңыз категория С егіз болғаннан кейін любой фирмаға интернеттен қарайсыздар, любой фирмаға сөйлесіп, литовский, польский, чешский, көп қой мысалға, қай жақ бар, венгерский, любой фирмамен сөйлесіп, интернеттен тауып алып,
бәріне физически дайын болып келулеріңіз керек. Оңай ештеңе жоқ. Европаға келіп сеніп біреудің айтқан сөзіне алданып қалмаңыздар. Көбінесе сөйтіп алданады ғой. Өзіңізге сенімді болыңыз, өзіңізге уверен болсаңыз болады. Бұл жақта сізді ешқандай ағаңыз, ініңіз, туысқаныңыз, бауырыңыз, көршіңіз, құдаңыз ешкім күтіп алмайды сіздерді бұл жақта. Өзіңіз келесіз, өзіңіз тест тапсырасыз. Өтсеңіз өттіңіз, өтпесеңіз домой возвращайся. Сосын айта кететін жағдай, бұл жақта әке, сәке, мәке, әпеке деген тема жүрмейді. Соны да ойлаңыздар. Ақша берем, ақшамен өтіп кетем, ақша салсам болды оларға деген әңгіме болмайды бұл жақта. Ондай теманы вообще өшіріп тастаңыз миыңыздан. Ондай взятка, ақша беру, благодарение вообще ұмытыңыздар ондайды. Ондай еш нәрсе жүрмейді бұл жақта. Бұл жақта чисто заң болды. Тағы да пробка. Өзіңізбен бірге шамалы артықтау ақша алып келгеніңіз өзіңізге жақсы. Бұл жақта не болатынын бір құдай біледі. Аяқ астынан жататын жеріңіз қымбаттап кетеді. Продуктыңызға жетпей қалады. Анау бар. Бұл жаққа келгеннен кейін медосмотр төлейсіз. Соның бәрін ұмытпаңыздар. Ақшаның зияны жоқ қой, артық ақша болған бәріңізге де дұрыс ғой негізінде. Ақшаны кім жақсы көрмейді, бәрі жақсы көреді ғой. Сол осылай ақырындап жұмысқа кіресіз, стажировкадан өтесіз. Енді әр фирма әртүрлі, біреу 2 апта жібереді, біреу 1 ай жібереді, біреулер 2 ай жібереді. Сөйтіп үйреніп кете бересіздер. Паспорттан қиындығы жоқ, бұрын-соңды айдаған адамға. Енді біреулер келеді ғой бізге. Ой, мен кезінде газель айдадым. Ой, мен 53, газ-53, КамАЗдан бастап бәрін айдаған мен. Айдап кетемін мен фураны. Бұл прицеппен айдаған бөлек қой енді. Бұл ұзын газель емес бұл. Газ-53 емес, автобус емес. Бұл фура, бұл вообще басқаша. Бөлек. Соны үйреніп келіңіздер. Айдап. Біздің жерлер кең ғой, құдайға шүкір. Кең жерде айдап. Бұл жаққа без опыта келіп, ойбай маңдай жолдармен жүрмегенмен деп соларға рисковать етіп кіріп, қиратып, біреудің заборын қиратып, біреудің машинасын қиратып, біреуді қағып кетіп кетесіне қораға кіріп жүрмеңіздер әйтеуір. Ондайдан Құдай сақтасын. Ондайдан аман болыңыздар, барлықтарыңыздар. Соның бәрін ойластырып келу керек алдыға. Бұл жаққа келіп біреуді қағып, соғып Құдай сақтасын. Қаншама миллиондар қасиаққа кіріп, оны енді біле алмай өзің келгенін кеше қорбасқа елге басын салбырып қайтып жүрмеңіз. Бұл жақтың жолдары өте тар. Осындай ремонт дегендер өте көп. Соны абайлау керек. Тар жолда келіп, машинаның баллонын жарып, неше түрлі жағдайлар болып жатыр. Машинаның багын тесіп, бордюрға ұрып, 2000-3000 евродан ұсталып жатыр ғой жұрттар малдары. Айлықтарынан ұстайды. Сосын тегін жұмыс істейді. Жұмыстан шығайын десе, жұмыстан шығармайды оны. Бәріне дайын келіңіздер. Зарплата уақыт аласыз. Бәрі
Австрияға қарай. Құдай қаласа 1 сағат көлемінде Австрияда боламыз. Таңғы сағат 5:30 местный 4:30. Где-то 1 сағаттай болды шыққанымызға, 3-4-те шықтық. Сонымен келе жатырмыз. Австрияда таңғы сағат 5-тен кейін ғана жүруге разрешен. Оған дейін жетіп қалған шығармыз. Грузовой запрещен Австрия. Бүгін 3-ші күн екен Австрияның запрет болып отқанына. Грузовойға. Негізі Австрияның заңы қатал ғой. Қазір барғаннан кейін көрсетемін сіздерге. Лажы болса. Өйткені ол жақта видеорегистратор пайдалануға да болмайды. Түсіруге тырысамыз енді видеоға. Австрияда весовой контроль бар. Соған қарап отыру керек, қазір өтіп кетпеу керек, абайлау керек. Одан қалды скорость ограничение. Спускілерде 50 мен 40 мен түсу керек. Весовой контрольдан өтіп кетсең 200 евро штраф. 200-250 даже. Вот, пожалуйста. Біздің фирмадағы жігіттер сол весовойдан өтіп кетіп, артынан гаишник қуып келіп, разворот жасап, қайтадан әкеліп, весовойдан өткізіп 220 евро штраф салған. Сол үшін өте сақ болу керек. Кеттік дальше. Жолдастар, Австрия. Келдік амандаса. Смена ауыстырдық Австрияға. Кеттік әрі қарай. Ал жолдастар, Австриядан шығып бара жатырмыз. 4 километр қалды. Алдымызда Италия. Бар жоқ 125 километр өттік. Уже алдымызда Италия. Құдай қаласа Италияға кіріп келеміз. Жолдастар, Италия. Жеттік ау әйтеуір. Пробкадан пробка. Пауза жасап алдық. 45 минут. Қазір жүретін боламыз. Завтрагымызды еніштік. Біреуге завтрак, біреуге обед, біреуге ужин болып отқан жары. Таңғы сағат 9:30. Кеттік ары қарай. Ну чё, тағы да пробка. Бүгін целый день пробкамен жүрдік қой. 3 километр қалып еді, бұл жырады да қалды ғой. Бітіріп түсіп тастап демалу керек. Шаршап жүрді бұл Италия. Қанды шейіндеп тұр бұлар. Разворот жасап кел дейді. Жаңа повороттан қате кеткен бұл.
coming back. Carico, carico. Te quiero. No, hay que ser uno. No. Quieres caricare. Ven, ven qua. 야, 이따 쓰면. Bullshit talking to me. Okay. Okey, ulaştırdı. Қазір жүріп жасақ, сонымен шығамыз. Жұмысымыз осы. Европадағы. Рас паспорттан қиындығы да жоқ. Нұрын қанайтын. Каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, подписчик жинауға көмектесіп жіберіңіздер ағайындар. Әзірге болсын.